Андай аят түседі Ниса сүресінде. Мысалы сүре әйелдер деп аталады. Осы әйелдер сүресінде осы мәселе айтылған да. Қалай десеңіздер, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, инналлазина татаваффахумул малаика. Әлгі періштелер жандарын алған кезде, золими анфусихим. Алла Тағаланың осындай парыздарын істемей, көрсө парыздарын істемей, діннің негіздерін өз бойында сақтамай, өздеріне өздері әділетсіздік жасап, сол адамдардың жандарын алып атқан кезде, періштелер сұрақ қояды дейді. Қолу фима кунтум деп. Қай халде болдыңдар деп сендер. Бітті. Жан алынып атыр. Имтихан. Қай халде болдың дейді. Сонда олар айтады екен. Қолу күнна мустадгафина фил арады. Біз жердің бетінде сондай бір дәрменсіз едік. Егер біз дәрменсіз болмағанда, біз бәрін істер едік мына нәрсенің дегендей нәрсе. Ортамыз сондай болды, сондықтан жақсы болмадық деген нәрсені айтып отыр ғой. Дәрменсіз едік дегенде періштелер былай деп айтады дейді. Қолу алам якун ардуллахи васиғатан фатухаджиру фиха. Алланың жері кең емес пе еді? Неге көшпедіңдер деп айтады екен періштелер. Кім ойлайды бүгін сондай нәрсе айтылады деп? Кім ойлайды? Айтады ол. Оны Алла Тағала не үшін Құранда түсіріп тұр? Міне сондықтан бұл жерде құрметті жамағат, кімде-кім жаңағыдай мүмкіндігі бола тұра жаңағы жағдайда, кімде-кім мүмкіндігі бола тұра, сосын көшпесе, жаңағы аят осындай адамдар туралы айтылады екен. Ал енді кімде-кім мүмкіндік жоқ, жаңағыдай байлап тастаған бар, тағы да басқа нәрселер бар. Оны жаңа аят өзі шарықтайды. Міне аятты назарына аударайық. Расымен де әлгі өздеріне әділетсіздік істеп, мүмкіндігі бола тұра дінді таңдауға, басқаша жүруді қалағандар. Соларға жандарын періштелер алып атқан кезде қай халде болдыңдар деп сұрайды. Сол кезде олар айтады, біз дәрменсіз, езілген едік, біз отарланған едік деп айтады. Қазақ тілімен. Сонда періштелер айтады, Алланың жері кең емес пе еді? Неге көше салмадыңдар деп. Осы көшу маңызды болғандықтан кезінде Ресей империясы отарлаған кезде біздің аталарымыз көшіп кеткен. Олар көшкен кезде ол дін мықты болған. Мысалы, Японияға кеткендер 31-ші жылы көшкендер. Өзіңіз ойлаңыз, ол дін мықты болмаса, ол сол кезде 38-ші жылы Японияда мешіт салып қойған олар. Ойлағандай атаң болған. Соқтан жаңағындай ажырап қалған арасы. Біз анау көбінесе кеңес одағы кезінде бер қарай домино ойнаған, карта ойнаған аталарды ойлаймыз ғой ата деп. Аналар, асылдар. Сол асылдарына қара. Ол имам деген ұрып тұрмаса, ол неге көшеді ол? Ол дінді ғана сақтау үшін. Сосын анау Токиоға барып неге мешіт салады ол? Біз Токиоға барамаймыз қазір, мысал дейік. Сондықтан жаңағындай сол көшудің өзі арқылы сол жаққа өткізіп жіберіп отыр ғой Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Сонда жаңағы аяттарға қарасаңыз, онда бұндай адамдардың періштелер жанын өстіп алып атқан кезде фаулайка маъвахум жаханнам дейді. Алла Тағала сөйлеп жатыр. Өте рақымды, өте мейірімді Алла Тағала. Міне бұларға, бұлардың жазасы, баратын орны жаханнам болады дейді. Васаат масира, ол не деген жаман орын еді дейді. Сосын нәрсені көрсетеді. Иллал мустадгафина. Шынымен де дәрменсіз болғандарды айтпағанда дейді. Яғни біреу мүмкіндігі болған, бірақ өзін-өзі дәрменсіз қылғанда, шынымен де дәрменсіз болған ерлерді, әйелдерді, балаларды айтпағанда, ла ястатиғуна хила, не олардың бір ойластыратын тәсілі жоқ, не олардың бір жаңаға табатын амалы жоқ. Сөйтіп бұлар сол себепті көше алмады. Бұлар шынымен де дәрменсіз болғандар. Бұлардың үкімі қалай дегенде фаулаика асаллаху аяхфу анхум. Міне бұлар үміт етіледі, Алла Тағала бұлардың күнәсін кешіреді деп.